қаншама мұсылмандар, қаншама елімізде кейбір қаншама мұқтаж адамдар өкінішке орай Алланың қалауымен мықты дәрігерлердің аз болуы себепті, немесе оларға көмектің деңгейі жетпеуі себепті әртүрлі қиналып отырып қайтыс болады да, дүниеден озылады. Енді көбісі ойлауымыз бар, исламның діні бойынша ислам бізде медицина қалай болады? Бізде негізі медицина жалпы сахабалардың кезінде болсын, аббасидтер дәуірінде болсын, ислам алтын ғасыр дәуірі болды. Алтын ғасыр дәуірі болғанда соңында қарасаңыздар, Кордоба деген жер бар. Білесіздер ме? Европада. Кордоба дейді. Ол қазіргі Испанияда. Испанияда Кордоба деген бар, оның негізгі шыққан адамы Кордоба деген сөз шықты. Тәфсирі Куртуби деген ғалымның, сол Кордобадан шыққан ғалымда шыққан тәфсирі бар. Енді сол Кордобада, орысшаларда Кордоба, арақасында Кордоба деп айтылады. Сол жерде медицина мықты болғандығы соншалық, ол Европаның біраз жерінде, Африкаға жақындау жағынан. Бір франциялық бір жас бала әкесіне қатысады екен, қараңыздаршы. Әкесіне қатысады, Париждегі әкесіне. Құрметті әке, мен Аллаға басқа дінде ғой, христиан діндегі. Мен осы жерге жеттім, ауруым себепті өзіңіз білесіз, мен жібердіңіз. Бұл сондай әдемі жер екен, табиғаты көркем. Қараңыздаршы, ішіндегі ең маңызды нәрсе сөйлейді. Мына жердегі медицина дейді, бесплатно екен дейді, тегін екен дейді. Демек, тегін медицина, ол исламдан алынған. Ал тегін емес медицина, ол енді айтпай атпайын. Тегін медицина, тегін исламдан алынған, қараңыздар. Бұл осыдан бәше 10 ғасыр бұрын, 11-12 жылғы жазылған хат екен. Әке дейді, қараңыз, ана хатында бәрі тәптісіздер екен. Мына біз осындай жерге келсеңіз, ол жаққа кірген кезде ең бірінші оң жағында жаңағы буын аурулардың бөлмесі, екінші жағында хирургия, операционный, онан мына жағында жаңағы несі бар, бағы бар, мына жағында мына бізде көріп тұрсыздар фонтан сияқты су бұрқақтары бар. Оның ар жағында осындай жеміс ағаштар бар. Бәрі суреттеп жатқанда, яғни сол кездегі Кордоба халифаттарында ислам өте жоғары дәрежеде болғанын көрсетіп тұр да. Қараңыз, медицина бесплатно. Тіпті ана хаттың ішінде жазады, сол кездегі ол кезде қарым-қатынаса дирхам мен динар ғой. Дирхам ба, динар алтын ақша, дирхам. Тіпті қараңыздаршы, ауру кісілерге 5 дирхам дәрежесінде ақша береді екен. Яғни бізді қазіргі тілге алғанда, студенттерге беретін стипендия сияқты ма, білмеймін, бірақ ауруханада ақша береді деген естімедім қазіргі кезде. Жоқ. Естіп отырған шығарсыз, ауруханада қазір ақша береді деген жоқ, бірақ ақшаңызға алып аласыз. Сол кездері болған екен біз. 5 дирхам дәрежесінде әлгі больной кісілерге беретін болған. Демек, исламдағы медицинаның тегін болуы, бұл белгілі бекер емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисіне сәйкес, немесе Құран кәрімнің басқа аяттарына сәйкес, мұсылмандардың о бастағы ниеті медицинаның үлгілі еді. Мұқтаж адамға, соның ішінде ауру адамға, жарымжан адамға, мүгедек адамға көмектесу болған екен. Ақша табу емес, медицина арқылы ақша табу исламда болмаған. Оның қалай болғандығын, неге болғандығын енді ол бір үлкен бір саяси әңгіме, оны қоя қойыңыз. Но ислам бұл қараңыздар, медицинаның күшеюі неден болады? Біздегі әртүрлі дәрігерлердің көп болуы медицинаның сапасы арталысында. Мысалы, қаншама мұсылман елдер бар, мұсылман басшылары бар. Олар емделуде болса қайтарады. Мұсылман емес мемлекеттерге барады. Насрани болсын, басқа болсын. Жоқ, мұсылман мемлекеттер ішіндегі шығып жатқандар да бар, Аллаға шүкір. Турцияда қазір күшейіп жатыр, кейбір араб елдерінде бар. Бірақ мұсылман емес мемлекеттерге барады. Бұл нені көрсетіп тұр? Бұл біз өкінішке орай, мен әр уақытта уақытында айтамын, айта беремін.
Қазақтар, орыстың қатыр патшасы айтқанда, қазақтар өз тарихын білгенде еді, бүкіл әлемде билейді дегендей, мұсылмандар өз тарихын дұрыс білгенде еді. Мұсылмандар тек қана өз елді ғана емдеп қоймай, басқа елдерден мұқтаж адамдарды, ауру адамдарды, мүгедек адамдарды, жаралы адамдарды емдей отырып, бір кішігірім емес, үлкен медициналық орталықтарға айналған болар еді. Өкінішке орай қазір ақшадан бері басқа ұлттарға, басқа діндегілерге, әйтеуір мұсылман еместер кетіп жатыр. Қаншама әділетсіз патшалар мұсылман елдеріндегі, өзінің еліндегі медицина салмаған себепті, ақшадан дұрыс салмаған себепті, басқа елдерге салмады. Қазіргі современный тілмен айтқанда медицинский туризм дейді ғой, яғни медициналық мақсаттағы туризм. Бар ма қазіргі кезде? Бар. Бірақ өкінішке орай халифалардың кезінде, баяғы Аббасид халифалардың, Османи соңғы халифалардың кезінде керісінше болған еді. Басқа ахли китаптар келіп, мұсылман мемлекеттеріне келіп емделіп, әртүрлі ілімдер алып, қазіргі кездегі Европаның басқа елдері күшейіп отырғандығы шындап келгенде мұсылман ғалымдарының, мұсылман дәрігерлерінің, мұсылман шипагерлерінің арқасында солар еңбегімен болып тұр. Біз де кейінгі ұрпақ өкінішке орай коммунистік саясат, басқа саясат, шайтанның саясаттарын түрі көп қой. Сол себепті дінімізге мән бермейміз, дінімізге дұрыс қарамаймыз да, кейбір діннің бір екінші, үшінші дәрежелі заттарын іздейміз де, бірінші дәрежелі істерді істемейміз да. Бірінші дәрежелі істемейді, басқа бір бауырына, әсіресе мұқтаж бауырына, жарымжан бауырына, мүгедек бауырына, ауру бауырына, жесір бауырына, жетім бауырына, қандай да бір кәрі шалға, қандай да бір үлкен әжеге көмек деген осындай бір адамдардың арасындағы әрбір социальный слой мәселе бар, әрбір әлеуметтік топтың бір-біріне араластыратын осы бір қарым-қатынас жоғалтып алдық. Алла тағала бізді басқа ұлттарға, басқа діндегі адамдарға құлдық дәрежесін түсіріп қойды. Не істеу керекпіз? Ілімге ұмтылу керекпіз, ілімнің ішіндегі медицина ілімге ұмтылу керекпіз. Бізге керек медицина. Біз құрбана медицина емес, мықты медицина болу керекпіз. Мықты медицина болғанда біздерге басқа елдер, басқа ұлттар келіп, ой, мынау Алматыда пәленше деген дәрігер бар екен, мықты дәрігер. Осы іске барып емдесек, пәленше ауруында, анша ауруында, зат деген сияқты, біз соны қолға алу керекпіз құрметті жамағат. Айту керекпіз, егер де болады, адамдар бар, мысалы өзінің характері слабый, ол кісі келіп тұрып, мысалы мен кезде басқа қалада осыдан 23 жыл бұрын болған жағдай ғой, ол кісі келіп тұрып физикаға, бірақ мияқтан келді астағфирулла тұрып, өте қатты бауырымыз келді, оның ойын бұрыс жіберді, ана бауырымыз күлмектеп тұрады, мені жайып, бірақ ақыры алып ана жаққа еріп кетті да. Насихат беріп шығам. Ой, ол мұсылман еместер, пәленшелер, түгеншелер деп ауыз айтып, ақыры сотталып кетті. Сол себеп құрметті жамағат, біздер кез келген білім, соның ішінде медицина, мысалы қыздарымыз болсын, ұлдарымыз оқиын деп ма? Оған жан-жақты көмек беру керекпіз. Яғни сөзбен болсын, ақылмен болсын, насихатпен болсын. Қорықпау керекпіз жаңа, ой, пәленшенің көңілі үшін ғой, анау ғой, мынау ғой деген осылар әңгімеластырып, бос далбас әңгіме керек емес. Бауырын емдік қабілетің бар ма? Бар, таста, барлығын тастада, тәуекел кете бер. Басқа мемлекеттерін оқып бер, ең бастысы бізге мықты ілімді әкелді. Көбісі ойлайды жаңа, ой, анау дүние басқа нәрселерде бір жаңа астағфирулла, білімде ой болып тұрған әртүрлі жаңа ой соқтырылды, бұл мүмкін. Жоқ, оған қарама, таста. Алланың қалауы осыны сол кезінде оқып жүрген кезімізде, мысалы, индус көргенде, Россияда жүргенде. Өзі индус хирургияны оқыды, военный хирургияны оқыды. Военный врач, хирург. Ол жерде бізде Индияда дейді, врачтың өзі алақанына сөйлеп. А военный врач болсын, двойной алақанына сөйлеп. Өздерінің сондай еңбекқор машина. Ал өкінішке орай қайбір ел дәрігерлерін, қараңыздар, дәрігерлерін, ұстаздарын дұрыс бағаламайтын болса, дәрігер мен ұстаздарын, ол ел әр уақытта басқа елдерге, басқа ұлттарға құлдық санада немесе экономикалық тәуелділік санада өмір сүреді.
bir meselesi şişkisi kelетін болса, бір білім жағынан басқа жақтан мұғалімдер, ұстаздар, докторлар, профессорлар дейді. Медицина жағынан шешкісі тағы басқа ауылдарға, басқа діндегілерге, басқа біреуге әйтеуір ақшасын беріп сөйтіп жалдап жүреді. Ал басқа елден келген врачтар тұрады, өзінің условияларын айтып айтты. Өздерінің білесі Алла тағала осыдан 2-3 жыл бұрын ковид деген сынақталып берді ғой. Енді сол сынақтан көбіміз дұрыс сабақ алған болса, менің айтқан мына бұл маңызы емес, басқа да медициналық байланысты, ислам және медицина байланысты қандай уақыт бар, соның барлығын сіздер жүгіріп жүргізу керексіздер, құрметті жандылар. Өйткені қаншама мамандықтар бар жаңағы, әртүрлі ақшасы миллиондап, миллиардтап беріледі. Оның қасында жүрген шығар, медик па, немесе мұғалім ба, $500 ма, $100 ма айлықпен кетейін соны. Ана басқа мамандықтар жүрген жаңағы. Ойын сауық, артылдырудың жаңағы, адамдар ойын біледі жаңағы. Миллиардтар отыр, мына басқалар жүреді. Әділетсіздік па? Әділетсіздік. Неге? Себебі көп жерде, мысалы жаңа алдында айттым ғой, шариғатта, оның ішінде ислам тарихында, ислам халифаларының ішінде, Умавилер кезінде, Аббасилер кезінде, Османлилер кезінде медицина тегін болғандықтан мақсатта басқа еді. А медицина қалай ақылға бастайды, ақшадан, доллардың суреті ма, теңгенің суреті ма, нөлдің суреті болған кезде, онда қай сақтасын. Ол басқа нәрсе. Ол басқа нәрсе. Сол себепті құрметті жамағат, медицинаға байланысты оқиғалар өте көп, ғалымдардың өмірі өте қызық. Пайғамбарымыз саллаллаху жаңа хаббат сауда, жаңа қара сираменен, немесе жаңа хижама алу, немесе басқалар дем салу, осының барлық емдердің барлығы ол дұрыс, орындалсын, қылынсын, оны ешкім қарсы шыға алмайды. Бірақ онан басқа да жаңағы әдістер бар ғой, солардың бәрін ұмытпау керекпіз. Біз бір-бірімізге тарқату керекпіз. Біз бір-бірімізге ислам мен медицинаға байланысты айтылған уақыт болса, бөлісу керекпіз. Бауырым, осындай екен ғой, ислам тарихы кезінде күшті болған жоқ, ислам медицинаның тегін деген нәрсе исламдан алған екен. Кейін бірақ оны астағфирулла, әртүрлі ұлттар, әртүрлі жаңағы мемлекеттер өзінің жаңағы саясатына бір нәрсесін айтып бұзды. Бірақ тегін медицина исламнан алған. Демек тегін медицина исламнан алынса, ол шариғаттан алынған. Шариғаттан алынған, демек Құраннан алынған. Ақыл медицина. Бұл ақыл медицина. Яғни ақылы медицина, ақылы. Мен айтып тұрған жоқпын. Құрметті жаман ойлап қалмаңыздар. Жаңағы медицинаның ішінде ақылы медицина істейтін дәрігерлер, шипагерлер жаман деп тұрған жоқпын. Мықты дәрігерлер бар бізде, Аллаға шүкір. Әртүрлі мамандықтар. Бірақ медицинаның күшті болуы үмметтің мықтылығында, өйткені басқа хадисте келеді ғой. Егер Құран-ы Кәрімді оқып қараңыздар, Құран-ы Кәрімде Мұса алейхиссалам бар. Сол Мұса алейхиссаламды Шуғайб пайғамбардың екі қызы жалдайды. Не үшін олай сөйледі? Қауиюн әмин дейді Мұса алейхиссалам сипатында. Қараңыз, мықты, яғни күшті және әмин, өте сенімді деп тұр. Адам егер күшті болып, әмин емес, бір қайраткер болса, салынбады, соларға қойса тастын, күнәһардың ең зор шығарды. Ал егер әлсіз, бірақ сенімді болған егер бұның күші болғаннан пайдасы жоқ та, әлгі Мұса алейхиссалам оқиғасында қарапайым ғана оқиға, сол жаңағы адамдар келіп тұрған кезде суаттан бастады. Әлгі көмектеседі да, әлгі екі қыз тұрған кезде ұялып жаңағы. Соларға барлығы көмектесіп, жәрдем берген кезде кейін Шуғайб алейхиссаламның қыздары айтады, әкесіне осындай өте күшті, өте сенімді адамды бізге жалдаңызшы дейді. Яғни ислам әр уақытта күштілікті, денсаулықтың мықтылығын, бірақ енді құрметті жамағат, күштілік деген міндетті түрде бойы 1,95, 2 метрден емес. Бойы болады кейбір 1,20 балалар, немесе арық балалар. Бірақ та күші өсеміз субханалла, машалла. Бұл дененің күштілігі міндетті түрде семіз болғанда жуан болғанда емес. Рухтың күшті болғанда, дененің күштілігі әркімде әртүрлі болады. Барлығы 1,95 болсын деген жоқ. Біз сол себепті құрметті күшті мұсылман болу үшін денсаулығымыз мықты болды. Денсаулығымыз мықты болу үшін дәрігерлеріміз кеңес болсын, басқа пайғамбарымыз айтқан насихаттар солардың бәрін ала отырып,
жақсысын бәрін өзіміздің өмірімізге енгізіп öyle басқаларға бөліссек болды ма? Сол себепті құрметті жамағат, медицина уағызы, ислам және медицина енгізуін онымен бөліссеңіздер сіздерге сансыз сауап, бөліспесеңіздер өздеріңіз білесіздер дейміз ғой. Ренжімеңіздер. Бөліскендер жақсыдар ма ашылды? Бөліскен жақсы. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum muslimina subhanahu wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa astaghfirukum wa atubu ilayk. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وازل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين من الكفرة والمحرمين. وصلى الله على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله